Қазақтың салт дәстүрлері ежелден келе жатыр. Ол ұрпақтан ұрпаққа ауысып отырады. Қоғамдық ұйымдар мен адамдардың мінез құлқын, іс-әрекетін рухани негізі. Дәстүр мәдениетпен өте тығыз байланысты. Сол себептерімізді мәдениеті жоғары дамыған ел дәстүрге бай. Ата-ананы құрметтеу, үлкенді сыйлау, адалдық, шындық, озық дәстүрлерге жатады. Дағды, әдет, ғұрып деген ұғымдар адамның мінезі және қанға сіңген қылықтарды білдіреді. Уақыт өткен сайын салт дәстүрге өзгеріс енген. Салт дәстүр қазақ үшін бұлжымас заңға айналған. Әдет, ғұрып замандар бойы сыннан өтіп келеді. Өз дәуірінде ардақталып, ата-бабадан әулетке мұра болып ауысып, ұрпақтан ұрпаққа жетіп келген. Онсыз халық болымсыз тас мүсін тәрізді. Қазақтың балаларына үлкенге құрметпен, кішіге ізетпен қарауға кішкентайынан бастап үйретеді. Қарттарға деген құрметтілігі сонша, отбасында бір қиын мәселелер туындап қалса, бәрі де ата немесе әжелеріне жалпы айтқанын көпті көрген қарттарымыздың көмегіне жүгініп, сөзіне мән беріп тыңдайды. Ата-аналарымыздың кішкентайымыздан егер қарттарды сыйласаң, Құдай сені сыйлайды деген нақыл сөзді миымызға құйып өсіреді. Атқа мінер баланың буыны бекіп, ат үстінде өзін-өзі ұстап отыра алатындай жағдайға жеткенде ашамай ерге мінгізіп үйрету дәстүрі. Бата беру, адал ниет, жақсы тілек білдірудің ұлттық дәстүрі. Дастархан басында, түрлі жиын тойларда, қуаныш болғанда, той қуаныш иесіне арнап қол жайып бата береді. Бесікке бөлеу. Нәрестені алғаш бесікке салу рәсімі. Баланы алғашқы бөле үлгілі ұрпақ өсірген қадірменді әйелге тапсырылады. Бет ашар. Қазақтың келін түсіргенде жасалатын салтының бірі. Келіннің бетін ашушы жас келінді ауылдың ардақты адамдарына, күйеуінің ағайын туыстарына таныстыру шумақтарын суырып салып айтуы шарт. Қыз ұзату. Ертеден келе жатқан екі елдің арасындағы екі жастың ағайын мен халықтың алдында баталып, отау құруға бастау болар салт дәстүр. Қырқынан шығару. Сәби дүниеге келгеннен кейін 40 күн өткенде сүт тырнағы мен қарын шашы алынып, теңделер салынған суға шомылдырылады. Абысын тату болса, ас көп деген, мақалдың айтылуы ай тегін бе.